Жетісай ауданы мамандандырылған дарын мектеп-интернаты коммуналдық мемлекет мекемесінің 10 сынып оқушысы Сәрсен Балнұр ғылыми жоба тақырыбы Ұлы Отан соғысы жылдарындағы балалар мен оқушылардың жағдайы. Жоба жетекшісі Молдодосова Алтынай Қайыповна. Зерттеудің өзектілігі Ұлы Отан соғысы жылдарындағы балалардың және оқушылардың жағдайы өте ауқымды және өзекті тақырыптардың бірі болды. Анда-санда баспасөз беттерінде ірілі сақты бірлі жар мақалалар болмаса, соғыс жылдарындағы балалар жағдайы, олардың оқушылардың қалай білім алғаны жайлы тиянақты терең білім берілмеген. Ал Мақтаарал аудан оқушылары мен балалардың жағдайының зерттелуі өз алдына бір тақырып болып табылады. Зерттеудің мақсаты Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Мақтаарал ауданы балаларының жағдайын мұрағат құжаттары негізінде зерттеу және оның зерттеудің міндеттері Ұлы Отан соғыс жылдарындағы балалардың жағдайын анықтау және мұрағат мәліметтері бойынша Ұлы Отан соғысы кезіндегі Мақтаарал ауданындағы балалардың әлеуметтік дамуын қарастыру және мұрағат мәліметтері бойынша Ұлы Отан соғысы кезінде Мақтаарал ауданындағы ауыл шаруашылығына балалардың қосқан үлесін зерттеу. Біздегі зерттеудің барысында мынадай әдістер қолдандық, яғни жүйелеу, талдау, салыстыру әдістері және де осы тарихи деректерді пайдаланудағы проблемалық хронологиялық әдістер. Зерттеудің жаңалығы біздегі Ұлы Отан соғысы кезіндегі Қазақстан аумағындағы балалардың жағдайын және олардың әлеуметтік дамуын, ауыл шаруашылығына қосқан үлесін зерттедік және сол бойынша бірқатар нәтижелерге қол жеткіздік. Ғылыми зерттеу жұмысының Ұлы Отан соғысы жылдарындағы балалардың жағдайы, яғни біз бөлімінде мынандай жағдайларды қарастырдық. Қазақстанның барлық өңірлері соғыс зардабын тартты, яғни қиын қыстау кезеңдерді бастан кешірді. Ата-анасы қалған балалардың саны көбейді және де олар өте қатты зардап шекті. Оларға арналған балабақшалар мен арнайы балалар үйі салынды. Яғни сонымен қатар сұрапыл соғысты басталуына қарамастан сауатсыздықпен күресу бізде тоқтаған жоқ. Яғни осы жоғарғы сынып оқушыларының тыл еңбегіне жұмылдыруына байланысты осы соғысқа дейінгі деңгеймен салыстырғанда оқушылар саны 2 есе кеміді. Және қазақтардың қонақжайлылық салтының бір көрінісі ретінде олардың эвакуацияланғандарға өз бауырындай танытқан қамқорлығы және де құшақ жая қарсы алуы еді. Саяси, яғни сананы қалыптастыру жұмыстарының жүргізу де көзден таса қалдырмай жүргізілді. Жобамыздың, яғни Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Мақтаарал өңірі балалардың әлеуметтік жағдайы бөлімінде мынандай нәтижелерге қол жеткіздік. Яғни міндеткерлік еңбек, яғни минимум орындау тәртібі енгізілді, яғни колхозшылардың және де көшіп келгендер мен көшірілгендердің арасындағы ұзаққа немесе ата-анасы қалған, қараусыз қалған балалар санының көбеюіне байланысты бірлік орта мектебінің қарамағында мақсатты түрде 70 адамға арналған аудандық балалар үйі ашылды. Және бұл Мақтаарал ауданында Каучук совхозында орналасқан эвакуацияланған балалар үйі жұмыс істеді. Біздегі эвакуацияланғандарға кәмелетке толмаған балалар колхоздарға жұмысқа тартылды. Олар соғыс жағдайында ересектердің көптеп жұмысқа жұмылдыруына байланысты көптеген балалар алаңдары мен көп балалар бақшалары салынды. Себебі олардың ата-аналары балаларын балабақшаға немесе балалар үйіне тастап, ол өздері тыл еңбегіне жұмыс істеді. Яғни ауданда көшіріліп әкелінген эвакуацияланғандарды жұмысқа орналастырды және оларға арнайы пәтерлер берілді. Және баласыздар мен бойдақтарға алым-салықтар салынды. Майданға кеткен жауынгерлердің отбасыларына көмек көрсету және балаларына қамқорлық жасауда көзден тыста қалмады. Зерттеу барысындағы мәліметтер бізде қорытындылай келе, яғни соғыс миллиондаған адамдардың өмірін қиып, жүздеген қала мен елді мекендерді тып-типыл етті. Сөйтіп соғыс әр үйге, әр отбасының өміріне жазылмас жараның ізін қалдырды. Қаншама балалар соғыс қиыншылығын көріп, ата-ана мейірімінен және білімнен мақұрым қалды. Ұлы Отан соғысы Кеңес одағы халықтарының тарихындағы қасіретті бет қана емес, сонымен қатар ол халқымыздың осындай қиын замандағы теңдесі жоқ бірлігі мен ерлігі, қажыр қайратының дәлелі еді.